Бізде екі ғана сұрақ бар. Манчестер Юнайтедті топ клуб деп қазір атауға бола ма? Және ПСЖ ширек финалға дейін шыдай ма? Плей-оффке қармаққа ілінген балық секілді әрең ілініп қалғанын байқадық. Осы екі сұраққа жауап беріңіздер, себебі екі клубтың да соңғы ойындары көңілді түсіріп жатыр. 2023 және 2024 жылдардағы чемпиондар лигасы әдеттегідей қызық болды. Тіпті өткен маусымға қарағанда да қызығырақ болды десем қателеспейтін шығармын. Көп топтарда интрига соңғы ойындарға дейін сақталып тұрғаны әрбір футбол жанкүйерін шетте қалдырмайды. Әсіресе A және F топтары соңғы турға дейін бүлкілдеп қайнады. Кейде аутсайдер командалар көш бастап жатты, ал фаворит дегендердің амандасуға созған қолдары сол күйі қалып кетіп жатты. Бүгін 3 айға созылған чемпиондар лигасын қорытындылайық. Бомбардирлер көп гол салған, көп гол жерген, таң қалдырған, өкіндірген командалар туралы айтамыз. Және менің чемпиондар лигасы басталмай тұрып, жасаған болжаммен де салыстырып көрейік. Себебі мен ПСЖ-ны 3-ші орынмен Еуропа лигасына кетеді, ал Унион Берлин Наполиден озып плей-оффке шығады деп болжам жасап едім. Болжамым теріс қарады. Бірақ кейбір командалар шынымен де ойламаған жерден жақсы нәтижелер көрсете бастады. Сіздермен бірге желі аяқтарыңыз және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде видеоға лайк басып, арнама жазылып кетіңіздер. Ол мен үшін шабыт және үлкен қолдау. Топтарға шолу жасамас бұрын жалпы статистикаларға көз жүгіртейік. Тобында барлық командалар жеңіп, 18 ұпайдан еленген тек 2 команда ғана бар. Ол былтырғы чемпион Манчестер Сити және әрдайым чемпиондыққа көз тігіп тұратын Реал Мадрид. Баварияда 18 ұпай еленер еді, егер Копенгагенмен тең ойын ойнап қалмағанда. Топтық кезеңде бомбардирлер тек 5 голмен көш бастады. Олар Манчестер Ситиден Холланд, Манчестер Юнайтедтен Хойлунд, Атлетико Мадридтен Гризман мен Марата. Холландтың тұрғаны таңғалдырмас. Хойлундтың тұрғаны жас ұрпақтың прогресс жасап жатқанын білдірер. Ал ең аз шабуыл жасайтын командада бірден 2 ойыншы тізімде тұрғаны қызық көрінді. Гризман мен Марата жарап тұр екен. Ассист бойынша қарайық. Портудан Вендерсон, Галена және Арсеналдан Букайо Сака 6 ойында 4 нәтижелі пастан жасапты. Галена одан қалса 2 рет апта үздігі атанып үлгеріпті. Тамаша көрсеткіштер. Ең көп гол салған команда кім? Әдеттегідей Манчестер Сити 18 голмен бірінші орында орналасты. Екінші орында 17 голмен автобус атымен қалып кеткен Атлетико Мадрид. Үшінші орында 16 голдармен Арсенал мен Реал Мадрид. Ең аз салған команда Red Bull Зальцбург. Небәрі 4-ақ гол. Одан кейін 5 голмен Милан және Селтик тұр. Миланға ұят болыпты. Ал ең көп қақпасына гол жіберген чемпиондар лигасына дебют жасаған бельгиялық Антверпен клубы 17 голды ұстай алмапты. Екінші орында Англияның беделді клубы Манчестер Юнайтед 15 гол жіберген. Дәл сондай нәтижемен Селтикте Цервена звезда да өкіне алады екен. 6 ойында ең аз гол жіберген испаниялық Реал Сосьедад клубы 2-ақ гол. Не деген сұмдық. Боруссия Дортмунд пен Арсенал 4 голдан ғана кіргізіпті. Ең көп дриблинг жасаған Хвича Кварасхелия 46 рет алдапты. Ең қатты жүгірген Кәрім Адейми 36,3 км/сағатпен жүгірген екен. Не деген жылдамдық мұны? Ең бастысы 40-пен жүретін жолда ереже бұзбайды екен. Ең көп соққы жасаған Эрлинг Холланд 29 соққы. Ең жас үлкен гол соққан ағамыз не көкеміз Пепе 40 жас және 293 күнінде осындай нәтижеге жетіп отыр. Ең көп допты қайтарып алған ол Матс Хумельс. Бұл кісіні қартайды деп көп жерден сызып тастап еді, енді кім екенін көрсетіп жатыр. Ең қызығы қақпашылар ішіндегі гол соққан жалғыз адам ол Иван Проведель. Лацио сапында Атлетико Мадридке қарсы соңғы минутта ұрып кеткен болатын. Топтық кезеңнің үздіктерінен құралған команда. Дәл осы құраммен келісесіздер ме? Әлде өздеріңіздің үздіктерден құралған басқа командаңыз бар ма? Жалпы статистиканы шолып шықтық. Енді жекелей матчтар мен топтарға көшейік. A тобы. A тобында Бавария 1-ші орын, Копенгаген 2-ші, Галатасарай Еуропа лигасына, ал Манчестер Юнайтед су әкелуге кетті. Менің болжам бойынша Бавария 1-ші, Галатасарай 2-ші, Манчестер Юнайтед 3-ші. Ал Копенгаген ауылына қайтады деп едім, бірақ Копенгаген ауылым осы жерде бізді көндіріп алды. Күтпеген жерден 2-ші орын алып, плей-офф кезеңіне баратында жанкүйерлеріне жыл сыйлады. Қызық жерім мынау. MU Бавариядан 2 рет ұтылды. Жарайды, ол Бавария ғой. Галатасарайдан үйде 2-3, қонақта 3-3. Копенгагенмен қонақта жеңіліс, үйде тек 1-0 ғана жеңіске жетті.
Негізі соңғы турда Манчестер Юнайтедте екінші орынмен шығуға мүмкіндік бар еді. Егер Галатасарай мен Копенгаген тең ойнап, өзі Баварияны ұтқан кезде. Бірақ ол Бавариядан ұтылды, ал ар жақта Копенгаген ұтты. Қысқасы мынандай ойынымен бәрінде плей-оффта бұл клубқа нан жоқ. Роналду клубта болған кезде Роналдуды кінәлайын деп отыр едім. Алайда оның кеткені бір жылдан асып кетті. Өткен маусымда Решфорд соңғы жылдардағы ең сәтті маусымын өткізіп, 19-20 маусымдағы жетістігін қайталады. Ал Роналдудың ең сәтсіз маусымы клубтың батпақтан шыға алмай жатқан кезіндегі көрсеткішінің өзі Решфордтың сәтті маусымынан асып тұр. Бірақ сонда да көпшілік Роналдудың кесірінен MU көтере алмай жатыр. Барлық жетістіктерді өзіне тартады деген сын пікірмен жаудыратын. Манчестер Юнайтед. Алекс Фергюсон Зенитке кеткеннен кейін әлі бір жақсы нәтижеге жете алмай келеді. 2013-те чемпиондықты алып берген еді. Одан кейін бір чемпиондыққа таласатындай сәті тумады. Роналдумен қайта бір нәрсеге жете ме деп едім, ол да болмады. Ал Жозе Мауриньо ше, білесіздер, қаншама чемпиондыққа да жетіп көрген, Чемпиондар лигасын бірнеше рет көтерген. Бірақ өзінің мансабындағы ең жақсы нәтижелердің бірі ол Манчестер Юнайтед пен АПЛ-де алған екінші орын депті. Осыдан кейін клубтың жағдайы мүшкіл екенін сезіне беріңіздер. Менің мына жейдемді көріп Манчестер Юнайтедтің жанкері деп қалмаңыздар. Мен жалпы футболдың жанкерімін. Ал Манчестер Юнайтедте ұнайтын жалғыз адам бар еді бұрын. Ол Дэвид Бекхэм. Пастары өте керемет, маған пас беретін адамдар көбірек ұнайды. Би тобы: Арсенал, ПСВ, Ланс және Севилья. Менің болжам бойынша Арсенал бірінші орын, Ланс екінші, Севилья үшінші, ал ПСВ төртінші деген едім. Севильяның масқарасы шықты. Арсенал ғана тойдарыс бере алатын топтан төртінші орын алу деген ұят қой. Оның үстіне өткен маусымның Еуропа лигасының чемпионы. Плей-оффке санаулы ұпайлар ғана жетпей қалды дейін десем, 6 ойында небәрі 2 ұпай жинапты. Ланспен 1-1 және ПСВ-мен 2-2. Қалған бәрінде жеңілген. Ал екінші орын иеленді деген Ланс тек бір ғана ұпаймен ПСВ-дан қалып тұр. Көшті бастаған Арсеналға бұл топ еш қиын болған жоқ. Тек қонақтағы ойындарды аздап ұпай жоғалтқан екен. Си тобы: Реал Мадрид, Наполи, Брага және Унион Берлин. Реал Мадридтің көшті бастайтынына ешкімнің күмәні болған жоқ шығар. Өзімнің болжам бойынша да ол бірінші орын, екінші орын Унион, үшінші Наполи, ал төртінші орынға Браганы қойдым. Унион өткен маусымда өте жақсы өнер көрсетті. Мақтысында әлсізінде қопарып Чемпиондар лигасында өнер көрсетуіне мүмкіндік алды. Дебюттік ойындарының басы қаһарлы Реал Мадридпен түсті. Бірақ өткен маусымның жеңіс бұл маусымға дейін жетпей қалған секілді. Бундеслиганың кестесінде қазір 18 клуб ішінде 15-ші орында тұр. Көш бастау былай тұрсын, ұшып кетпесе болды әйтеуір. Чемпиондар лигасынан ұшқаны жетіп қалады-ау. Қатты сеніп, Наполидан да асып кетеді дегенім кішкене ұяттылау болып қалды. Жалпы кезінде Лестерде дебют жасап өте жақсы нәтиже көрсетіп еді ғой. Сондай бола ма деп ойлағам ғой сірә. Реал Мадрид әр маусымның фавориті. Осы маусымда чемпион болуға тырысып көреді. Ал Наполи жеңіс жолына қайта оралды. Хвича Кварацхелия да дәл қазір бабында. Ди тобы: Реал Соседат, Интер, Бенфика және Зальцбург. Менің болжамда тек Интер бірінші орында болған. Қалған бәрі сол қалпы. Бұл топта бір қатты сенсация болатында еш нәрсе болған жоқ. Бәрі өзінің ойынын ойнап шықты. Бәлкім Бенфика кішкене тойтарыс беріп, екінші орынға тырысады ма деп едім. Алайда ұпай саны бойынша Зальцбургпен бірдей болып қалды. Ең қызығы, басында айтқандай, испаниялық клуб 6 ойында 2-ақ топ жіберген. Осы қарқынмен біраз жерге баратыны сөзсіз. И тобы: Атлетико Мадрид, Лацио, Фейенорд және Селтик. Дәлме-дәл түскен болжам осау бәлкім. Фаворит көшін бастады, аутсайдер артта қалды. Әркім өзінің ойынын ойнап берді. Атлетико Мадрид қонақта болған ойынның бәріне ұпай салып шықты. Фейенордқа тіпті 1-3 есебімен есезде жіберді. Сонда да 17 гол соққаны мені таң қалдырды. Әрдайым бір не 2 голмен ғана шектеліп қоятын команда тактикасын өзгерткені байқалады. F немесе өлім тобы. Кімнің нешінші орынмен шығатыны белгісіз болды. Тіпті PSG лидер, фаворит дегеннің өзінде басқа клубтарда осал емес екені көрініп тұрды. Дортмундқа былтыр Бундеслиганың чемпионы болуға аз ғана сәт жетпей қалса, Милан былтырғы жартылай финалист. Ал Ньюкасл АПЛ-де өзінің бұрынғы күшін қайтадан көрсетіп келе жатқан клуб. Менің болжам бойынша Ньюкасл бірінші орын, Милан екінші, PSG үшінші, Дортмунд төртінші еді.
Бәлкім айнаға қарап айттым ау шамасы. Теріс тұр екен бәрі. Не дегенмен де менің болжамның болу ықтималдылығы 5-ші турға дейін сақталды. Тек 6-ші турда ғана Боруссия Дортмунд топтан шығуға мүмкіндік алып қойған еді. Ал қалған 3 орынға таласта болды. Егерде соңғы турда Дортмундта әлі плей-оффқа жолдама болмай тұрған кезде, Дортмунд пен PSG арасында есеп 1-1 аяқталуы қиын еді. Осы топты кезең ішіндегі ең тартысты ойын осы ойнау. Шабуыл екі жақтан да тоқтамайды. Боруссияға керек емес қой мысалы, бірақ ол сонда да қайтпайды. Есеп 1-1 дегеннің өзінде ойын масқара болды. Ертесіне қайтадан шай ішіп көретін ойындардың қатарына қосуға болады. Тек соңғы 10 минут қалған кезде ар жақта Милан ұтып тұрған соң PSG доп ұстап ойынның берекесін қашырды. Екі команда нәтижеге риза болған ойында ойынның мәнісі қашады. Обалы Ньюкасл PSG-ны үйде 4-1 есебімен ұтып тұра басқа командаларынан есе жіберіп қойды. Әлі чемпиондар лигасына дайын емес ау. Д тобы Манчестер Сити, Лейпциг, Янг Бойз және Цервена Звезда. Ешқандай интриге болатын топ емес. Кімнің қай орынға жайғасатын о баста көрініп тұрды. 6 ойында 6 рет жеңіске жетіп, Сити плей-оффтың есігін тоқылдатпай бірден теуіп кіріп отыр. H тобы Барселона, Порту, Шахтер және Антверпен. Мен негізі осы Антверпен 2-ші орынмен шығады деп ойладым. Әрине Порту мықты, Шахтерде қала қоймас. Дебют жасайтындарға мен қатты сендім. Себебі олардың мұндай додада қалай ойнайтындарын ешкім көрмеген. Жоқ жерден сыйлық шығарудан мүмкін еді ғой. Өзіне арналған 4-ші орынды иеленіпті. Бірақ соңғы турға дейін 0 ұпай болып, тек соңғы турда ғана Барселонаны 3-2 есебімен жеңіске жеткені кішігірім сенсация болғаны рас. Топтан шықпаса шықпай қойсын. Жанкүйерлері риза. Барселона мынандай ойынымен қай жерге дейін баратыны маған қызық болып тұр. Левандовски тіпті болмай қапты. 100% сәттерді қисық теуіп, ұятқа қалып жатыр. Номер 1 деп жүрген шабуылшыға көз тиді ме? Сіздерге топтық кезеңде қай матч ұнады және қай клубтың өтіп кеткені не өтпей қалғаны таңғалдырды. Пікірге ойларыңызды бөлісе кетіңіздер. 18 желтоқсан күні плей-оффтың жеребесі шықты. Алдарыңызда жұптар мен командалар, қызықты ойындар алдымызда. Әсіресе PSG мен Реал Сосьедад, Интер мен Атлетико және Наполи мен Барселона. Қалғанда тек сенсация болмаса, бұлай кім ұтатыны көрініп тұр. Ол жайлы басқа видеода болжап, нәтиже шығарып көреміз. Сіздермен бірге желі аяқты. Қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол үшін тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Жеңісті күндерде жүздескенше. Сау, саламат.